Футбол бұл өмір. Ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. 13 сектор арнасынан бүгінгі көретіндеріңіз Украина ұлттық құрамасы өте өкінішті жағдайда Евродан ұшып кетті. Лионель Месси Копа Америкада Чилиға қарсы ойында жарақат алды. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. 13 сектор арнасын қолдап, арнамызға жазылып жүріңіздер. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Украина ұлттық құрамасы өте өкінішті жағдайда Евродан ұшып кеткен жайы бар. Жалпы Евроның тарихында 4 ұпаймен соңғы орын алған ұлттық құрама екен Украина ұлттық құрамасы. Кеше Бельгия ұлттық құрамасына қарсы Украина өте тамаша ойын көрсетті деп айта аламыз. Бірінші таймда гол салатын мүмкіндігі де болды. Ал енді Бельгия ұлттық құрамасы қорғанысты дұрыс деп санады, және де бұл тактикалық тұрғыда дұрыс та шығар. Өте төмен ойнауға тырысты. Анананың өзі маған көмек керек деп Тедескоға өзінің шағымын айтқан болатын. Ал Тедеско болса оны тыңдап одан сайын қорғанысты күшейтіп тастады. Әйтеуір әупірімдеп жүріп аман қалды, тең есепті ұстап қалды десек те болатын шығар. Бельгия ұлттық құрамасы кеше жоғары деңгейде ойын көрсетті деп айта алмаймыз. Ал енді Украинаға не дейміз? Украинаға келесі чемпионаттарға, келесі турнирларға сәттілік тілейміз. Әлем чемпионаты бар, одан келесі Евро бар. Жалпы ол кезде кәдімгідей тәжірибелі өте мықты құрама болып келетініне Украинаның сенімдіміз. Ал енді Тедеско ойын біткеннен кейін Украина осы тең есепті ұстап қалғанына рахмет айтсын депті. Масқара, бір қатты шабуыл жасап қысып тастаған адам құсап. Бізде ойынның басымдылығы бізде болды деген екен. Жарайды енді. Ауыз өзінікі ғой, бірақ та ятта болу керек сияқты сәл адамда. Украина ұлттық құрамасы үшін өкінішті әрине. Украина ұлттық құрамасына алдыңғы турнирларда сәттілік тілейміз. Бельгияда ары қарай қатырады деп ойламаймыз. Бельгия келесі ойында Францияға қарсы ойнайтын болады. Бүгін енді Копа Америкаға көңіл бөлеміз, ойындарын көреміз деген сияқты. Панама ұлттық құрамасы мен ақш ұлттық құрамасы кездеседі екен. Бүгін Панама ұлттық құрамасы соңғы ойындарда жеңіске жетіп жатыр. Әрине әлсіз ұлттық құрамалармен кездесіп жатыр. Ал ақш әлсіз ұлттық құрама емес. ақш топтарға қарсы тең есептен ойындап жүрген ұлттық құрама. Сондықтан да Панамада гол салады бүгін, бірақ та ақш ұлттық құрамасы жеңіске жетеді деген болжамды ұстанып отырмыз достар. Ал егер сіздердің өздеріңіздің болжамдарыңыз болатын болса, осы 13 сектордың демеушісі 1xbet 13 сектор атты промокод беріп қойды. Осы промокодпен кіретін болсаңыздар, сіздерге алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус береді достар. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Ол бонустарды алу үшін жай ғана осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Бавария клубы жазғы трансферлік терезеде жақсы трансферлер жасауға тырысады деді Фабрицио Романо. Соның бірін үндемей жүріп, ешкіммен таласпай жүріп жасап алды. Ол Хироко Итоны өздерінің қатарларына үнсіз, түнсіз қосып алғанын бәріміз де білеміз. Енді келесі трансферлерге қадамдар басталды деді. Барлық басылымдар, ағылшындық басылымдар жазып жатыр. Ол Кристал Пэластың шабуылшысы Майкл Олисе. Бұл ойыншы өте мықты ойыншы. Бұл ондықты да ойнай алады, вингерді да ойнай алады, 9-дықты да ойнай алады. Бәлкім енді бапкерге байланысты. Бұл АПЛ-дың қорғанысын дірілдеткен ойыншылардың бірі. Енді 50 миллион евроға сатуға келісім берген Кристал Пэлас, және де ойыншы Баварияға ауысуға өзінің келісімін берген екен. Осындай өзара келісімдер бар. Қазіргі таңда бұның жалақы мәселесі шешіліп жатыр. Жақын арада Олисе Баварияның қатарына қосылады деген ақпараттар бар достар. Аргентина ұлттық құрамасы Чилимен кездесті, және де бұл ойынның батыры Клаудио Браво болды. Қаншама допты соққыны қайтарып тастады, және де лайықты түрде осы ойынның үздігі аталды. Ал енді Аргентина ұлттық құрамасы бұрыштамадан гол салды, Мартинес салды ол голды. Бірақ та бұл ойынның жалпы Аргентинаның ойынның бәрін жүргізетін Лионель Месси екені белгілі. Сол бұрыштаманы Лионель Мессидің өзі жасады, және де өзі көтерді. Сол қайтқан допты
Мартинес теуіп гол салды. Жалпы Лионель Мессисіз Аргентинаны елестету өте қиын. Шабуылдың бәрін бастап беретін, кесіп беретін, пас беретін Лионель Месси. Лионель Мессидің пасынан кейін 5 соққы бағытталған екен қақпаға. Жаңа бұрыштамаларды да жасап жатқан Лионель Месси, ойынды да жасап жатқан Лионель Месси. Лионель Мессидің өзі штангыға, бағанасына қақпаның бір допты тигізді соққысымен. Ал енді келесі ойынға Месси қатыспайды екен. Бұлшық етінің ауырсынуына байланысты. Мессидің өзі алаңға шыққан кезде оң жақ балтырымның ауырғанын байқадым, бірақ та ойынды аяқтап шықтым. Енді келесі ойынға қатысамыз, қатыспаймыз, оны дәрігерлер шешеді. Әлі белгілі болған жоқ деді Лионель Месси. Енді келесі ойының маңызы да жоқ. Группадан, топтан шығып тұр Аргентина ұлттық құрамасы. Мессисіз ақ ойнай берсе болады. Ал Мартинес, Эмилиано Мартинес, Аргентинаның қақпашысын білесіздер. Бұл қандай бұзық қақпашы екенін, сол бұзықтығын әлі тастамаған. Аргентина ұлттық құрамасы Чилиға гол салған кезде Чилидің жанкүйерлеріне қарап рекламаның шитінің үстіне шығып айқайлаған екен. Және де Чилидің жанкүйерлері бәрі бір ауыздан ортаңғы саусақтарын көрсетіпті Мартинеске. Бірақ Мартинеске осы ғой керегі. Бәрін бір шулатып қойған екен. Бүгінге осы достар, 13 сектор арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Бізді қолдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз.